Достор, бүгүн өчө оңай әрі тез дайындалатын тіске басар хот-дог дайындайтын боламыз. Ең алдымен майымызды жақсылап қыздырып, өзімізге керекті мөлшерде шұжығымызды алып қуырып алатын боламыз. Сонымен қатар шұжықты майда қуырғыларыңыз келмесе, ыстық суға салып, кішкене қайнатып алсаңыздар болады. Арнайы хот-догқа арналған нанымызды алып, ортасынан кесіп алатын боламыз. Ортасынан кесіп шыққан соң, ортасын кішкене ажыратып шығамыз. Және де өзімізге не ұнайды, майонез, кетчуп, сырный соус және де горчицаны қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде кішкентайларға жасаған соң, оларға горчица қоспадым. Қышқыл болғандықтан өзіме ғана қостым. Керекті мөлшерде қосып аламыз. Одан кейін сәбіз салатын ортасына салып шығатын боламыз. Сіздер бірінші шұжықты салып, бетіне сәбіз салатын салсаңыздар да болады. Мен балаларға дайындағандықтан жинақы тұру үшін сәбіз салатын астына шұжықты бетіне салып шықтым. Көбісі хот-догты жасағаннан соң пешке бір салып алып жатады, бірақ мен оған кеңес бермеймін, себебі наны қатты болып қалады. Маған жұмсақ түрі ұнайды, сол үшін мен тура осылай дайындап шығамын. Кезекте үстіне өзіміздің қалауымызша кетчуп және де майонезді қосып шығатын боламыз. Ал біздің 5 минутта дайын болатын хот-догымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Егер уақыттарыңыз тығыз болса, міндетті түрде үйлеріңізде жасап көріңіздер.